ұстаздар, баршаңызды Республикалық педагогтер съезінің ашылуымен құттықтаймын. Ұстаздар күні құтты болсын. Бүгін шын мәнінде өте маңызды жиын. Себебі ұстаз ең алдымен қадірлі маман. Ұстаз деген бұл шын мәнінде қасиетті ұғым. Ал ұстаз болу қастерлі міндет. Жаңа бір қатар мұғалім сөз сөйледі. Білім жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша тиімді ұсыныстар айтты. Бұл пікірлерді үкімет және тиісті министрлік мұқият қарау керек, нақты шешім қабылдау қажет. Бүгінде еліміздің болашағы жарқын болып, дамыған мемлекетке айналу үшін мұғалімдер қауымы аянбай еңбек етіп жүр. Жалпы кім-кімнің де жақсы адам, мықты маман болуы ұстазына байланысты. Ахмет Байтұрсынұлы, біз елді түзеуді бала оқыту ісін түзеуден бастауымыз керек дейді. Ұлт ұстазының бұл сөзі қашанда орынды. Білім мен ғылым табысқа жетудің ең басты кілті. Өскелең ұрпаққа тағылымды тәрбие және озық білім беру өте маңызды міндет. Сондықтан ұстаздар қауымына, яғни сіздерге зор жауапкершілік жүктеледі. Мемлекетіміз